Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен мен Ақерке Тока. Бүгін енді менде влог, яғни бір күндік влогымды түсіретін боламын. Барынша қызықты қылып түсіруге тырысатын боламын. Ал сіздер көріп өтіп кетпей, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Енді менің бұл 24 сағатымды түсіретін боламын сіздерге. И достар, сіздер білесіздер, менің күшігім бар екенін, но бірақ бұны сіздер менің Дубайдағы үйімде, яғни сол жақтағы үйімнен бұл күшікті көрген жоқсыздар, потому что бұл күшікті ол кезде менің құрбым алған болатын. И достар, және мен бұның сіздерге атын айтпаппын, бұның аты Белла, және бұл күшігімнің негізіндегі қыз, но бірақ сырт бейнесі ұлға ұқсайды, но бірақ ол қыз Белла аты. Оның бөлмесі осында, но бірақ оның өзінің жеке бөлмесі бар, но бірақ ол менің жанымда ұйықтағанды жақсы көреді. И мынау менің полкаларым тұратын жерлер. И менің мына жақта киімдерім тұрады, азын-аулақ киім, но бірақ мен қазір пижамамен жүрмін. Енді тез маған барып жуыну керек. Менің бүгінгі таңғы асым өзіме ұнады, и тез маған қазір ішіп алу керек. И достар, мен қазір тез енді киініп тез кетуім керек. Енді мен қазір мектеп формамды киюім керек. Мен бірақ қазір қандай киімде, сосын қандай мектеп формада жүру керек екенін білмеймін. Білмеймін, өйткені жаңадан келгеннен кейін осындайда киетін боламын, өйткені потому что мен бұл мектепке бірінші рет келейін деп тұрмын. Білмеймін, бірақ бұл қандай мектеп екенін, қандай қыздар болатынын, и мен сыртынан осы киімді киетін боламын. Өйткені бұл менің киімді жаңадан сатып алған болатынмын, и бүгін осы киімді киім келіп тұр міне. Вот еще мына цветімен де үлеседі. И маған қазір тез сумкамды алып керек. И мен қазір мынандай сумка ұстағым келіп тұр. Осы кітапты, сосын мынандай ручканы, и сосын керек затты ғана аламын. Осындай палмастер керек, и осындай, атын ұмытып қалдым. И маған ең керекті зат осындай. И қазір азын-аулақ кішкене болсын қызынан киемін. Кішкене болсын түрім әпіржіп кетпеу үшін осылай тоналка жазып өзіме дұрыстап істеп аламын. И мен қазір тез асығып тұрғаннан кейін дұрыс вообще істей алған жоқпын. И болдым мен достар, өйткені қазір асығып тұрмын мен. Осы үйдің кілтін және киініп қазір шумаған шығу керек. И мен мынаны қазір енді мына курткамды киіп алатын боламын. Ал достар, міне бұл менің өзімнің Белламның бөлмесі. Ал мен мектепке кеттім. И достар, мен міне қазір осындай мектепке келдім. И мынау бізде мектептің полиция сияқты.
Сенбейсің бе? Ал енді мен мына жақтан келетін боламын. Сәлеметсің бе? Сен ана не емессің бе? Ана қыз емессің бе? Жаңадан келемін деген. Я, мен somын. Жарайды, онаша осы класс жүргісімен таныстырып өтейін. Мынау біздің мектеп не көріп тұрсаң. Сәлеметсің бе? Сәлеметсің бе, балалар, тұрыңдар. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сендердің енді сендердің класстарыңа жаңадан оқушы келеді деген болатынмын. Енді міне осы оқушы келді. Аты Арке болады. Енді сендердің класстарында оқиды. Өйткені бұл қыздың жасына байланысты, сыныбына байланысты деген сияқты. И бұл қыздың ата-анасы да бізді осы классқа жіберді қыздың. И және осылай, осы қызды енді бірге орталарыңа кіргізіп жүрдіңдер. Енді мен сендерге сенемін. Керісінше бізге жаңа оқушы келгені балаларға да ұнайды деген ойдамын. Я, балалар? Я, ұнайды ғой. Жарайды, онаша кел отыр. Мына орынға отыра ғой. Жарайды. Мен балаларға бір нәрсе айтып кетейін деген болатынмын. Енді мен сендерге бір нәрсе айтқым келіп тұр. Енді осы айдың ішінде біздің мектепте бір іс-шара өтейін деп жатыр. Іс-шара дегенде біздің сынып атақты деген тақырыпқа байланысты іс-шара болатын болады. Ол жақта басқа класстар да қатысады. Соған сендер де қатысыңдар. Енді барынша дайындалып, бірінші орынды алыңдар деген ойдамын. Я, дайындаламыз. Жарайды, онаша осыны айтып кетейін дегенмін. Жадыммен онаша кеттім. Ал кел, қысылма ешкімнен. Я, әбетпесеңіз мен тез кімді шешіп кетсем бола ма? Я, болады. Қазір қай сабақ? Қазір бізде қазақ тілі болып жатыр. Неге сендерде кітап жоқ? Өйткені біз әлі алған жоқпыз, әлі біз отырмыз. Ал балалар, кітаптарыңды алыңдар, ма? Так, енді біз дайын. Ал балалар, біз қазір... Привет. Сенің атың кім? Ақерке. Давайте екеуміз доспайық. Давай. Айтпақшы балалар, бүгін неге сендерде мектеп формасы жоқ? Апай, мен ұмытып кеттім. Апай, мен де ұмытып кеттім. Енді... Апай, кешіріңізші. Апай, ұмытып кеттім. Неге барлықтарын ұмытып кете бересіңдер? Жарайды. Дәптерлеріңді ашыңдар. 65-ші сабақтағы 72-ші жаттығуды жазыңдар. Балалар, баршаңдар шүперменге шығып кесіңдер. Жүркеттік. Айтпақшы. Ой, сәлем, қалайсың? Баршы. Жүрсе кеттік, тамақтан келек. Жоқ, бармаймын. Жарайды. Қалайсыңдар? Немене, анау маған бір түрлі болып көрініп тұр. Ой, осындай өзі. Кез келген қызға көз түсе береді ғой. Жарайды. Бізде ана жақта короче, тамақтанатын жер бар.
осыған барайық па? Жоқ, керек емес. Жарайды. Онша келінді отырайық. Сен қаншаншы мектептен келдің? Мен 74-ші мектептен келдім. Ал біз 65-ші мектептегіміз. Бұл жақтағы жерлердің барлығы менің өзімнің 75-ші жерге ұқсайды екен. Иә. Мәселен, достар, мен уже қайтып бара жатырмын. Потому что мына жақта қазір барлығы қайтып кетті. И ана қыз өзім барамын деді. Мен қазір тез үйге барып, тамақтанып алатын боламын. Сосын тамақтанып алғанға шейін кеш батады. И ұйықтайтын боламын. Жоспарымды уже сендерге айтып қойдым. Ал енді тез үйге қайту керек маған. Ал достар, мен қазір үйіме келдім. И қазір менде бірақ кеш батпады. И мені қазір Белланың тамағын беруім керек. Ол қарны аш кетеді. Мен үйімнен келген кезде ол маған қарап тұрады. И мен қазір осындай соңғандымда қоя саламын. Маған тез қазір пижамамды кию керек. И мен үйде пижамамен жүре беремін, потому что үйде ешкім келмейді. И мен қандай киім киіп жүрсің деп мамалар да келмейді. И вот, достар, осындай. Нандай, короче, бұл Белла, но бірақ бұны мен бұрынғы видеолардан бастап көрсеткен болатынмын, но бірақ мен расымен токадан ұрлап мынандай күшігім бар деп айтпаймын. Мен бұл күшікті прям өзім жақсы көремін. И тока-бокадағы маған сүйкімді болып көрінген, и бір нормально болып көрінген күшік осы болды. И мен содан кейін осы күшік нормально деп ойлап, осы күшікті таңдаған болатынмын. И мен өзім тойып тұрмын да, и асханадан еткен тамақ ішкен болатынмын қайтарда. И мен қазір маған өзінің тамағын беретін боламын. Ал давайте кеттік. И достар, бұл осындай тамақты ғана жейді, потому что кәдімгідей тамақтар жей алмайды. Бұл осындай тамақтар жейді. Болды. И достар, мен қазір сабағымды оқығым келіп тұр, өйткені қазір кеш болып кетсе тағы кеш болып кетеді да. Сосын сабақ оқуға уақыт болмай қалады. И бұл менде қазір қазақ тілін жазып, сосын әдебиетті жазып, и математиканы жазып болғаннан кейін ұйықтағым келіп тұр. И достар, мен қазір математикам болдым, и ең соңғы сабақ әдебиет қана қалды. Вот. И мен таңертең кітаптарымды орнына сап қоятын боламын. Ал достар, бүгінгі менің осындай влогым сіздерге ұнайтын болса, тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Енді көп болып кетті, но бірақ лайк басып кетіңіздер, и сіздер көріп өтіп кетесіздер. Бажы лайк басыңыздаршы, актив прям төмендеп кетіпті. Давай, пока.